үйдім. Өмірден алынған әңгіме. Интернатта әр сенбі күні дискотека болатын. 1-желтоқсан сол дискотека болатын сенбілердің бірі еді. Жанболат екеуміз Жаңылды бір уақытта биге шақырып қалдық. Жаңыл менімен билеуді шешті. Екеуміз аяқ-қолымызды алғанша ұзақ биледік. Дискотекадан кейін оған деген махаббат сезімім болмаса да сөз айттым. Ол сөзін сол мезетте берді. Сол күннен бастап екеуміз жүре бастадық. Күннен күнге оған қатты ғашық бола бердім. Уақыт өте келе Жаңылды көрмесем тұра алмайтындай халге жеттім. Маған барлығы тамаша болып көрінетін, бірақ ол үшін олай болмаған екен. Мен оны сүйетінім соншалық өзімнің достарымнан, тіпті өзімнің сыныптастарымнан да қызғанатын едім. Өзімнен басқа жігіттермен билеуге, жалғыз тұрып сөйлесуге тыйым салатынмын. Мен ол кезде мұның барлығын оған қандай ауыр тиетінін түсінбеппін. Арада 5 ай өткен соң ол маған дос қызынан хат жазып жібереді. Ол хатта Айтжан бәрін бітіріп дос болып қалайық, немесе мүлде араласпай-ақ қояйық. Өтініш, менен ештеңе сұрамашы деп жазған болатын. Кейін мен одан мән-жайды сұрадым. Ол маған барлығын, ренжіткендерімді, болмайтын заттарға бола ұрысқандарымды айтты. Мен кешірім сұрадым, бірақ кешір деген сөзбен ештеңе жайына келіп қалмайды ғой. Ақыры айырылысып кеттік. Міне, одан бері 3 жыл уақыт өтті. Жаңылдан кейін бір қызбен жүрген жоқпын. Әлі де оны сүйемін. Және онымен қайта бірге болу үшін қолымнан келгеннің барлығын жасаймын.